Менің видеоларымда маринадталған құйрықты көп пайдаланатынымды естіп жүрсеңіздер, бүгін сол маринадталған құйрықтың жасалу тәсілімен бөліспекпін. Құйрықтың адам ағзасына тигізер пайдасы өте көп, ал біз болсақ оны иісі бар деп көп жерде қолданбаймыз. Оның иісін білінбейтіндей етіп әзірлеу, әрі пісіріп жатқан тамағыңызға құйрық қосу арқылы бөлек хош иіспен ерекше дәм беру өз қолыңызда. Ол үшін құйрықты маринадтаймыз. Ең әуелі құйрық сатып алған кезде неге мән беру керек? Ұрғашы малдың құйрығы болу керек алғаныңыз. Саусақтарыңызды жаңағы алайын деп тұрған құйрыққа батырып қарайсыз, сипалап қарайсыз. Сонда қолыңызда иіс қалмау керек. Иіс қалмаса, бұл ұрғашы малдікі. Ал егер де иіс қалатын болса, онда ол еркек малдікі. Еркек малдың құйрығын иісін сіз ешқалай кетіре алмайсыз. Маринадтаңыз, қуырыңыз, бәрі оның иісі қалып қояды, кетпейді. Сондықтан неде болса алғанда ұрғашы малдың құйрығын алуға тырысу керек. Үйге келгеннен кейін оны ағынды судың астына жуып, сыртқы ластарынан тазалап алу керек, қылдарын, қылшықтарын алып. Сосын кептіріп аласыз. Жайлап жаңағыдай сүлгімен болсын, бумажный полотенцемен болсын, сыртын құрғатып аласыз. Сосын тілімдеп, жайлап кесесіз. Тіліміңіз қатты қалың болмау керек, аралары. Бір 5 мм-дей болса сол жарайды. 5 мм-дан сәл артық болса да болады. Енді бірақ 1 см емес, ол тым қалың болып кетеді. Шамасы сол 5 мм-де болса тіпті жақсы. Сондай көлемде барлығын тілімдеп аласыз әкелген құйрығыңызды. Байқасаңыз, тілімдегенде шетіне дейін жеткізген жоқпын. Барлығы бірін-бірі ұстап тұратындай шамада. Сосын араларының бәріне тұз жағасыз. Тұз енді көп болмаған дұрыс. Себебі бұны сіз кейін басқа асқа қосасыз ғой. Мысалға, жақсы енді ет асқанда қоссаңыз, ол көп болса бола берсін. Егер де мантыға, мысалы, самсаға қосатын болсаңыз, онда ана құйрық өте ащы болса, тамағыңызды сіз мөлшерлей алмай қаласыз тұзын. Себебі бұның тұзы бөлінгенде жаңағы тамағыңыздың ішкі салмаларына қосылып, ол деген тым ащы болып кетеді. Сондықтан бұл маринадталған құйрыққа тұзды көп салмаған жақсы. Сәл тек қолыңызға жоғына тисе болды, сонымен сипалап шығасыз. Жаңағы әрбір тілімнің араларын барлығын жақсылап сипалап шығасыз. Бірақ тұзы онша көп болмаған жақсы. Сіз сарымсақты үкіштен өткізіп аласыз, тап осы жаңағы тұздаған сияқты барлық араларын сарымсақтың үгінділерімен өтіп шығасыз, сипалап. Сарымсақты енді былай көзбен мөлшерлеп қарауға болады. Ол көпті кетпейді. Барынша жаңағы барлық жеріне тиіп, асты, үсті, ортасы барлығын сипалап шығасыз сарымсақпен. Видеода бәрі көрініп тұр. Сарымсақпен өтіп болғаннан кейін енді барлық жерін қара бұрышпен өтіп шығасыз. Жаңағы бірде-бір жерін қалдырмай, барлық араларын, асты, үстін, жан-жағының барлығын қара бұрышпен өтіп шығасыз. Бірақ қара бұрыш сарымсақтай көп болмауы керек. Әбден бәрі маринадталып болғаннан кейін салқын жерге қоясыз. Ол тоңазытқыш бола ма, немесе балконға шығарып тастайсыз ба, синекке шығарасыз ба, енді әркімнің әртүрлі орындары болады ғой, салқын тамақ ұстайтын. Сол жерге шығарып тастайсыз, сол 3 күннен кейін тамаққа қосып пайдалана беруге болады. 3 күн өтті, сырты кеуіп, қоңырайып, барлығы суының бәрі кетіп, әдемі маринадталған құйрық болып шықты. Ары қарай полиэтилен пакеттерге салып, мұздатқышта сақтауға болады. Бұны енді біз майдалап, турап, мантыға саламыз, самсаға саламыз. Немесе ет асқанда енді осылай бүтіндей саламыз. Бұны ондай саларда жуып қажеті жоқ, жаңағы ішіндегі сарымсағы, қара бұрышы бәрі бірге жүре берсе болады. Қуырдақ қуырғанда, сірне дымлама пісіргенде де астына қуырып жіберсеңіз, өте дәмді болып шығады тамағыңыз. Бауырдан шұжық жасағанда да мен осы маринадталған құйрықты пайдаланамын. Бұндай жолмен маринадталған құйрық ешқандай бөлек бір дәмі білінбейді бұның. Тамақта құйрық қосылғаны тіпті білінбей тұрады.
керісінше өте хош иісті, бөлек бір адам көп түсіне бермейтін әдемі дәмімен ерекшеленеді пісірген тамағыңыз. Жасап көріңіз, ешқандай қиындығы жоқ, өте қолайлы, ыңғайлы әрі тез. Өзіміздің өте пайдалы қазақи тамағымызды жаңа әдіспен даярлап, дәмді тамақтардан ләззат алайық. Арнаға тіркеліңіздер, әр видеодан қолжетімді тағамдардан дәмді тамақ пісірудің құпияларын үйреніп отырыңыздар.